хан басын біріктірген болатын. Біздің мәдениеттен нәр алған Қытай халқы. Солай бола тұра, мына 21 ғасырда отаршылдық саясатын жүргенмен біз келісе алмаймыз. Біз қазақ халқы өзімізде мінекей 260 жыл бойы отаршылдықтың десін тартқан, азамат тартқан халықпыз. Сондықтан сіздерді жақсы түсінеміз, қолдаймыз. Ал енді бұл отаршылдық саясатынан мына ағылшындар, тағы да басқа батыс елдері осыдан жарты ғасыр бұрын бас тартқан. Ағылшындар Индияны, Пакистан бәріне бостандық берген. Бүкіл Африка бостандық алған. Отар халық жоқ бұл жақта. Сөйте тұра, сондай саясатта, сондай мынау Қытай халқының мыңдаған тарихы бар. Соны түсінбей отырған, отаршылдық заманы өтіп кеткен. Ол әлемге қан төгіс әкелетінін, қақтығыс әкелетінін түсінбей отырғаны әрине дұрыс нәрсе емес. Оны егер олар түсінбесе, біз әлем халқы, бұл өркениетті әлем. Оның ішінде түрік халықтар әсіресе Ресей мен Қытайдың қол астында отырған әлем